Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз шебер бала. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Сабағымыздың мақсаты: балалар, әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Шебер, қызығу, айырбастап алу, шырпы қораптары, қауіпті, қате, ренжі, рас. Произнеси правильно. Қызығу, қорап, қауіпті, қате, ренжі. Теперь повторяем новые слова. Оқы, қайтала. Прочитай, повтори. Қауіпті. Қауіпті. Шырпы қауіпті. Опасный. Шырпыдан жасалған үй. Мынау шырпыдан жасалған үй. Ойыншық үй. Оқылым тапсырмасы, мәтінді оқы. Второе задание: прочитай текст. Мырзабек — шебер бала. Мырзабек — умелый ребенок. Ол ойыншықтың бәрін өзі жасайды. Он все игрушки делает сам. Ол шырпы қораптарынан әдемі үй жасады. Он сделал красивый дом из спичечных коробок. Иманбек бұл ойыншыққа қатты қызықты. Иманбеку очень понравилась эта игрушка. Не беріп айырбастап алсам екен, деп ойлады. Чем бы мне с ним поменяться, думал он. Ол Мырзабекке: мен саған добымды берейін, сен маған ойыншық үйіңді берші, деді. Я дам тебе свой мяч, а ты дай мне свой домик, сказал Мырзабеку. Мырзабек допты алмады. Но Мырзабек не взял мяч. Ол Иманбекке ойыншық үйді берді. Он подарил ему игрушечный домик. Мен өзіме тағы жасап аламын, деді Мырзабек. Я могу тебе еще один сделать, сказал Мырзабек. Иманбек рахмет деп қуанды. Иманбек обрадовался, сказал спасибо. Теперь прочитаем текст. Енді балалар, мәтінді оқимыз. Жазылым тапсырмасы: тиісті қосымшаны жалғап жаз. Напишите нужное окончание. Мен шебермін. Шебермін. Добавляем мягкое окончание. Шебермін. Мен ұқыптымын. Добавляем твердое окончание. Мен ұқыптымын. Мен ренжимін. Осы бойынша арғай жалғастырамыз, балалар. Сен шеберсің. Мен, сен, сіз, ол. Я, сен, ты, вы, он, она. Қажетті қосымшалар: мын, мін, сің, сіз, сыз. Жақсы, балалар. Жарайсыңдар. Келесі айтылым тапсырмасы: диалог толтыр. Устное задание: дополните диалог. Сұрақ қоямыз, задаем вопросы. Мырзабек қандай бала? Мырзабек шебер бала. Ол не жасайды? Ол ойыншық жасайды. Ол ойыншықты неден жасайды? Ол ойыншықты шырпының қорабынан жасайды. Ол не жасады? Ол шырпының қораптарынан әдемі үй жасады. Ол ойыншығын кімге берді? Ол ойыншығын Иманбекке берді. Жақсы, балалар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.